Сәлем достар, бүгінгі видео 50-50 деп атап қойдым, ипотекасы 50-50 ипотекасы. Енді осы видеоны қарамас бұрын өтініш барлықтарыңызға, барлық туған туысқандарыңызға бәріне таратыңыздаршы. Бүкіл группаларыңыз болса группаларға жіберіңіздер, халықтың барлығы білсін, үйренсін. Мына бүгін барлығы цифрларға байланысты, өзі математикаға жақын адамдар болатын болса, бұны рахаттанып көреді, шынын айтсам. Өзі математикаға жақынмын, сондықтан цифрларға жақынмын. Сіздерге енді тамаша видео болады деп ойлаймын. Ұнаса лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, сұрақ қойыңыздар, есептеңіздер, маған личкаға жазыңыздар, барлығын сіздерге қолдарым келгенше көмектесем. Берекелі ереке, YouTube каналы, Instagram бар, барлығына. Ал енді кеттік, 50-50 ипотекасы. 50-50 ипотекасы ол жай халықтың арасында таралып кеткен сөз. Негізінде біздің тілмен айтқанда оны аралық займ дейді. Енді осы аралық займ алатын кезде ипотека 50-50 ипотекасын екі вариантпен алуға болады. Вторичный рыноктан алуға болады дейді, немесе первичный рыноктан алуға болады. Вторичный рынок деген не? Первичный рынок деген не? Түсіндіріп айтайық. Вторичный рынок деген сөз ол кәдімгі біреудің үйін сатып алатсаңыз, яғни екінші деңгейдегі үй, яғни мысалы біреудің сатып алған үйін сіздер сатып алайын деп жатсыздар. Соны вторичный, яғни крышадан, OLX-тен тауып алып, өздеріңіз тауып алсаңыздар, немесе туысқаныңыздың үйін алып жатсыз ба, ол да вторичный рынок болып саналады. Ал первичный деген сөз кәдімгі құрылыс компаниясы бар, строительный компания. Солар жаңадан салынып, енді сатады ғой, отдел продаждан. Ешкім тұрмаған үй. Вот соны первичный рынок дейді. Түсінікті ме? Осы екеуі айырмашылығы сода. Сіздерге мысалы барсаңдар консультация, қандай үй алайын деп едіңіз? Вторичный аласыз ба? Первичный рынок деп, сол кезде оны халықтың көбісі түсінбей жатады. Ол не нәрсе деп. Первичный, вторичный деген сөз, яғни былай айтқанда первичный рынок деген сөз, сіз ең бірінші хозяйнсыз. Жаңадан строительный компаниядан жаңадан берген кезде сіз бірінші хозяйнсыз. Кейбіреулер былай болады. Строительный компания сатып алады да, бірақ қайтадан сізге сатады. Ол уже вторичный болып қалады. Есіңде болсын, хотя оған ешкім тұрмаған болатын болса да. Сондықтан первичный, вторичный рыноктың айырмашылығы неде? Қараңыздар, вторичный рынокте сіздер 7,5-мен ала аласыздар, 8-бен ала аласыздар, 8,5%-пен ала аласыздар. Осыны 3 түрлі вариантпен ала аласыздар. Ал первичный рынокта строго 7% ғана аласыздар. Түсінікті ме? Айырмашылығы сода 7%, әрине 7% төмендеу. Сондықтан первичный алатын болсаңыздар, процент төлемі аздау болады. Енді мыналар 7,5-ның, 8-дің, 8,5-ның бір-бірінен айырмашылығы неде деген сұрақ болатын болса, менің аралық займ деген видеом бар, содан қарасаңыздар толыққанды түсініп аласыздар. Оған қазір уақыт жұмсамай-ақ қояйық. Жақсы. Вторичный рынок алған кезде мына алғашқы процент 3 жыл бойы төлейсіздер. Ал первичный рынокта да сол 7%-ды 3 жыл бойы төлейсіздер. Одан кейін бізде переход деген болады. Переход деген, яғни біз қазір мынаны жаңа айттық қой, аралық займ, біздің тілмен айтқанда промежуточный займ. Промежуточный займнан кейін жилищный займға қосасыздар. Жилищный займ деген сөз тұрғын үй займ. Тұрғын үй займға қосқан кезде 4,8% болатын болса, вторичный рынокта, ал первичный рынокта 4,2-ге ауысып кетесіздер. Бірақ жылдарын қараңыздар. Қолдан алсаңыздар 3 жыл плюс 7 10 жылға кредит аласыздар, ал первичный рынокта 3 плюс 9 максималды 12 жылға. Бірақ әрине өздеріңіз ертерек жауып тастап, оны жауып тастауларыңызға болады. Алғашқы ғана өзі ипотека, 50 ипотекасы дегеннен кейін 50%, мұнда да 50%. Енді достар, мен сіздерге бір қызық лайфқа қайтайыншы. Қараңыздар, кейбір клиенттер айтады, менде депозитім бар, онымен қалай істеуге болады, немесе жаңадан менде депозит жоқ, жаңадан ашайын деп едім деген сияқты. Енді қараңыздар, жаңадан ашқан депозит, жаңадан бір клиент келіп ашады ғой, міне, жаңа ашылған депозит. Айталық, бүгін келдің, счетты аштыңыз, төлемақы қабілетіңізді растадыңыз, төлей аласыз, 50%-іңіз бар, үйді тауып алдыңыз, мейлі 7,5 болсын, 8 болсын, 8,5%, 1%-пен алдыңыз. Енді 8,5%-ның жағдайын қараңыздаршы міне. 8,5%-ті сіздер банкке 3 жыл бойы төлейсіздер, достар. 3 жыл бойы 8,5%. Одан кейін бар, 4,8-ге только 36 айдан кейін ғана өтесіңдер. Одан кейін 7 жылға. Міне, біздің программа осылай настроенный да, айтқанда. 3 жыл бірінші процент төлейсіздер, 8,5%, одан кейін бар 4,8%-ге ауысып кетесіздер. Енді қараңыздар, бұл клиент жаңадан ашқан депозит. Ал егер клиент жаңадан ашпаған, бұрыннан бері счеты бар. Мысалға, 1 жыл болсын, 1,5 жыл болсын, бірақ ішінде айтарлықтай қомақты ақша жоқ. Ол кезде келеді, тура осы үйді аласын, тура сол бағаға алсын, бірақ 8,5%-ті байқадыңыздар ма, көкпен жазылған 2 года деп қойдым. Яғни 24 ай төлейді.
24 ай ғана төлейсіздер да сосын 4-8-ге ауысып кетесіздер. Міне бұл 1 жылдан астам депозит бар. 1 жыл болсын, 1,5 жыл болсын, яғни 1 жылдан кейін депозиттің барлығы сіздерге мүмкіндік береді. Яғни 1 жыл бойы банкке артық төлем төлемейсіздер. Сондықтан достар, депозитті ашып қойыңыздар, жаймендеп жинақтай беріңіздер. Жинаған сайын сіздің балыңызда, вознаграждениеңіз де көбейеді. Вознаграждение неге не? Ол жиналғанда не пайдасы тигізеді? Оның барлығы бөлек видеоларым бар, осы вознаграждениеге байланысты, ОП-ға байланысты. Содан көріп, толыққан ақпараттар алып аласыздар. Достар, әрбір видеоны мұқият тыңдап қарап отырсаңыздар, өте пайдалы ақпараттар көп. Сондықтан соны пайдаланыңыздар. Мен сіздерге шын жүректен осының барлығын шын ілтипатпен айтқым келіп отыр да. Сондықтан баршаңызға берекелі бағыттарды баяндаушы, баспаналы болудың берекелі бағыттарын баяндаушы Берекелі Ереке, Ерекең бар жерде берекең бар.